Бүгінгі Жастар Лайф эфирінің қонағы Аян Сәлімгереев. Сәлеметсіз бе, Аян? Жастар Лайф эфиріне қош келдіңіз. Жалпы қалыңыз қалай? Барлығы жақсы, көңіл күйіміз керемет. Осындай бір жастардың арнасында, өзіміздің әріптестердің, өзіміздің достарымыздың ортасында осылай бүгін кездесу өткізу мен үшін ол үлкен қуаныш, үлкен бақыт былай айтқанда, сондықтан көңіл күйіміз керемет. Ендеше сұрақтарымыздан бастайық. Одақтар Федерациясының жұмысы туралы қысқаша айта кетіңіз. Жалпы немен айналысады? Жалпы кәсіподақтар, былай профсоюз деп естіп атамыз ғой. Кәсіподақтардың ең негізгі міндеті ол еңбек адамының құқығы мен мүддесін қорғау болып табылады. Және де ол осы еңбек адамының құқығы мен мүддесін қорғауды ұйымдастырудың көптеген жолдары бар. Мысалға былай айтқанда, жалпы кәсіподақтар ол жұмыс беруші мен жұмысшының ортасындағы былай алтын көпір деп айтсақ та болады. Жалпы кәсіподақтардың айналысатын жұмыстарын айта кететін болса, ол еңбек шарттары мен жұмысшылардың құқықтарын қорғау, яғни жұмысшылардың еңбек шарттарын жақсарту үшін жұмыс берушімен келіссөздер жүргізу арқылы осындай жұмыстар атқарады. Ол яғни айта кететін болса, ол еңбек ақы, жұмыс уақыты, демалыс шарттары деген сияқты осындай мәселелерді кәсіподақтар федерациясы осы мәселелерді жалпы қозғайды. Одан кейін еңбек дауларын шешу, жұмысшылар мен жұмыс берушінің арасындағы туындаған еңбек дауларын шешу, ол деген мысалға забастовкілер болып жатады бізде көптеген. Мысалға батыс өңірлерді алатын болсақ, сондай бір көтеріліс немесе забастовкілер болып жатқан жағдайда бұл жерде кәсіподақтар федерациясы көмекке келеді. Одан кейін айтатын болса, құқықтық көмек көрсету, ол дегеніміз мысалға өз мүшелеріне құқықтық көмек көрсетеді, яғни еңбек заңнамасын сақтау бойынша кеңестер өткізеді. Бізде мысалға келтіретін болсақ, осы кәсіподақтар федерациясында юридическая клиника деген бар, яғни заң клиникасы деп аталады. Ол дегеніміз осы кәсіподақ мүшелеріне жалпы кәсіподақтан тыс жалпы еңбек адамдарына осындай заңмен көмек көрсетеді. Оның барлығы абсолютно тегін былай айтқанда. Одан кейін ол бізде әлеуметтік қолдау дегеніміз кәсіподақтар өз мүшелеріне әлеуметтік қолдау шараларын ұйымдастырады. Ол материалдық көмек, немесе медициналық көмек, білім беру, немесе мәдени іс-шараларға мүмкіндік беру былай айтқанда. Одан кейін оқу мен біліктілікті арттыру. Бізде кәсіподақтар федерациясы жұмысшылардың кәсіби деңгейін көтеру үшін көптеген обучениелер өткізеді, яғни оқытулар өткізеді. Осы оқытулар арқылы біздің мүшелеріміз өзінің дағдыларын, өзінің біліктіліктерін арттыра алады. Мысалы бізде айта кетсек, ай сайын, күн сайын бізде осындай оқулар мұғалімдерге, заводтағы біздің әріптестерімізге, басқа да мекемелердегі әріптестерімізге осындай көптеген мысалы сондай обучениелер өткізіп тұрады. Жалпы кәсіподақтар федерациясына келіп тоқталатын болсақ, ол 23 саладан құралған. Бізде 23 салалық кәсіподақ бар, және де 17 аумақтық кәсіподақ бар, яғни территориальное объединение профсоюз, және де отраслевые профсоюзы деп орысша айтқанда осы екіге бөлінеді дағы. Соның барлығы қосылып, осы кәсіподақтар федерациясын құрайды. Кәсіподақтар федерациясы біздің еліміздегі адам саны жағынан ең үлкен ұйым болып табылады. Яғни бізде 1.700.000-ге жуық мүшеміз бар. Сондықтан да біз осында ең үлкен ұйым болып табыламыз. Жалпы қысқаша айта кететін болсақ осылай. Ал онда жұмыс істейтін жастардың мәселелерін қарастыратын арнайы бағыт не бөлім бар ма? Бізде осы жаңағы негізгі менің осы жұмысым, осы атқарып жатқан қызметім ол, яғни бізде осы жастармен жұмыс жағынан бізде Қазақстан Республикасы кәсіподақтар федерациясы жанынан келешек жастар кеңесі бар. Жалпы кәсіподақтар жанындағы жастар кеңесі ол кәсіподақ қызметін жастарға бағытталған аспектілерін жүзеге асыратын ұйым болып табылады.
ол яғни 14 пен 35 жас аралығындағы жастармен жұмыс жасаймыз. Бұлай негізгі міндеттеріне қысқаша тоқталып өтетін болсақ, ол ең біріншісі жаңағы айтып отқандай кәсіподақтың негізгі қызметіне пара-пар біздің де негізгі жұмысымыз ол жастардың құқықтарын қорғау болып табылады. Ол дегеніміз жастардың еңбек құқықтары мен мүдделерін қорғау, жұмыс шарттарын жақсарту үшін шаралар қолдану былай айтқанда. Одан кейін жұмыспен қамту, жалпы жастарды жұмыспен қамту мәселелерін шешу, жұмысқа орналасуға көмек көрсету, жұмыс берушімен байланыс орнату, яғни жаңағы МИО дейді ғой, местный исполнительный органдармен, университеттермен қосылып, бізде региондарымызда жаңағы бос орындар жәрмеңкесі өтеді. Сол осы бос орындар жәрмеңкесі арқылы және де агитациялық жұмыстары арқылы бізде көптеген осындай ярмарка, вакансия сондайлар ұйымдастырып, жастарды жұмысқа тартып отырамыз. Одан кейін оқу және біліктілікті арттыру жағынан айтқандай, жастарға бізде арнайы бөлек осындай обучениелер өткізеді. Например, былай айтатын болсақ, школа профсоюзного лидера дейді. Кәсіподақ лидерінің мектебі деген сияқты осындай үлкен бізде оқытулар өткізіліп отырады. Онлайн түрде, офлайн түрде. Бұл деген жалпы осында кәсіподақ құрамындағы жастарға үлкен мүмкіндік былай айтқанда. Олар мысалы біреуі заводта слесарь болуы мүмкін, біреу мұғалім болуы мүмкін, біреу шахтер болуы мүмкін. Соның барлығының басын біріктіріп, өзінің құқықтарын қорғауға, лидерлік қабілетін арттыруға осындай бізде обучениелер өткіземіз. Одан кейін ақпараттандыру және кеңес беру, ол жалпы жастарды еңбек заңнамасы, кәсіподақ қызметі, құқықтары мен міндеттері туралы ақпараттандыру, кеңес беру деген сияқты жұмыстармен айналысамыз. Одан кейін бізде әлеуметтік және мәдени іс-шаралар, ол деген енді жалпы ең керек дүниелердің бірі деп ойлаймын. Жастарға арналған әлеуметтік, спорттық, мәдени, жаңағы жарыстар ұйымдастыру, фестивальдар ұйымдастыру, көрмелер өткізу деген сияқты жұмыстармен айналысамыз. Себебі осы жұмысшы жастарды осы іс-шаралар арқылы біз қоғамдық белсенділікке тартамыз. Қоғамдық белсенділікке тарту деген жастардың бойындағы жаңағы әлеуметтік жобаларға қатысуға ынталандыру деген сияқты жұмыстарды атқарамыз. Одан кейін жаңағы айтып өткен құқықтық көмек, осы юридический клиника арқылы және де горячий линияларымыз арқылы жастарға құқықтық көмек көрсету, олардың құқықтарын қорғау бойынша шаралар өткіземіз. Одан кейін бізде волонтерство жақсы дамыған. Жалпы осы кәсіподақтар федерациясының жанындағы келешек жастар кеңесінде келешек волонтерлар мектебі бар, келешек волонтерлар корпусы бар. Бізде мысалға айтатын болсақ, кешегі өткен паводки кезінде де кәсіподақтар федерациясы үлкен көмек көрсеткен болатын. Яғни 200 миллион теңгеден астам материалдық көмек, одан кейін 15 миллион теңгеге жуық гуманитарлық көмек. Одан бөлек жаңағы біздің кәсіподақтардың санаторияларында, яғни шипажайларында біз 100-деген адамдарды өзімізге, жаңағы зардап шеккен үйінен айырылған адамдарды өзіміздің шипажайларымызға орналастандырдық былай айтқанда. Жалпы жайды осы жұмыстардың барлығында келешек жастар кеңесінің волонтерлары атсалысады міндетті түрде. Ол дегеніміз мысалға жаңағы айтқан қарапайым жұмысшы жастар, сол жұмысшы жастардың барлығын бір ортаға біріктіріп, біз осындай қызметтерді атқарамыз. Одан кейін және соңғысы болар, бұл международные отношения, яғни шет елдермен байланыс былай айтқанда. Бізде СПС дейтін бар, ол Совет профсоюзов стран Центральной Азии, Орта Азия мемлекеттерінің кәсіподақтарының ұйымы болып табылады. Осы СПС-ның жанында бізде жастар кеңесі бар. Орта Азия мемлекеттерінің кәсіподақтарының жастарын бір арнаға тоғыстыратын үлкен ұйым болып табылады. Сол ұйымда біз инициатор болдық. Осы біздің Қазақстан Республикасы кәсіподақтар федерациясының жанындағы келешек жастар кеңесінің
инициативасымен осы үлкен Центральный азиатский ұйым ашылған болатын. Оның да міндеттері дәл осындай. Бірақ ол үлкен ауқымды түрде уже 5 мемлекеттің арасында жарып шығып, біз осындай ұйым ашқан болатынбыз, және де төрағалық етіп жатырмыз. Жалпы осы жастар кеңесі кәсіподақтар қызметін жастар арасында насихаттайтын ұйым болып табылады бізде. Ал қазіргі таңда жастар өмірінің еңбек, қызмет секілді сфераларында қандай мәселелерді байқайсыз жалпы? Жалпы көптеген сфераларда енді ол мәселені қозғамас бұрын біз бірінші жастар арасындағы жұмыссыздықты айтуымыз керек, жастардың арасындағы жұмыс тенденцияларын айтуымыз керек деп ойлаймын. Себебі қазір өздеріңіз білесіздер, рынок труда мысалға, рынок труда ол өзгеріп жатыр да қазір, нестабильный да. Мысалға кеше біз мобилограф деген мамандық болатынын білген жоқпыз. СММщик деген мамандық болатынын білген жоқпыз, былай айтқанда. Таргетологты білген жоқпыз. Қазір мысалға Саясат Нұрбектің Атлас будущих профессий дейтін жаңағы өзінің ашқаны бар. Маған ең ұнаған заттардың бірі сол деп айтуыма болады. Өйткені рынок труда нестабилен. Кешегі дүркіреп тұрған мамандықтар бүгін уже өздерінің құдіретін жоғалтып алды деген сияқты. Интернетте ғаламтор желісінде көрген боларсыздар, жаңағы вертолетпен жаңағы клип түсіріп жүрді, осындай камерамен. Ал оны қазір бір ғана дронмен түсіреді. Сонда вертолеттің жүргізушісі, жаңағы камераны түсіруші адам және оларды қолдаушы адам, 3 адам жұмысынан айырылып, бір ғана дронға тәуелді болып қалып тұрды, бұлай айтқанда. Сондықтан да рынок труда қазір нестабилен. Біз жаһандану процесінде тұрмыз, жаһанданып келе жатырмыз. Сондықтан да ол мәселені көтерер алдында біз жаңағы рынок трудаға қарауымыз керек. Одан кейін нестабильность на рынке труда, былай айтқанда, жаңағы еңбек нарығындағы өзгеріс көп та бізде. Соның арқасында немесе соның кесірінде болар, жастарымыз қазір бейресми секторларда жұмыс жасайды. Бейресми секторларда жұмыс жасау қазір көп. Мысалға, қазір жастарымыз мұғалім болуға, врач болуға, немесе заводқа барып слесарь, шахтер болуға асықпайды. Олар басқа қазір мысалға криптовалютамен айналысуға асығады. Сондықтан да бұл мәселені қозғау үшін біз толыққанды зерттеу жүргізуіміз керек бірінші. Яғни ол сіздермен бірге отырып, содан кейін ғана бұл сұраққа жауап бере аламыз деп ойлаймын. Ал бұл менің жаңағы қысқаша жауабым жалпы. Жалпы жауап бергеніңізге көп рахмет. Ендеше біз эфирімізді аяқтайық. Бүгін бізде Жастар Лайф эфирінің қонағы Аян Сәлімгереев, КРКФ жанындағы Келешек Республикасының Жастар кеңесінің төрағасы және Астана қаласы Жастар мәслихатының депутаты. Рахмет, сау болыңыз. Рахмет сіздерге, керемет эфир болды. Алдағы уақытта да осы жұмыссыз жастарға байланысты көптеген ақпараттарды сіздерге бере жатармыз деп ойлаймын. Ол деген енді жұмыссыз жастар деген ол үлкен бір категория болып табылады осы жастардың ортасындағы. Жалпы қазақта бір жақсы айтылған сөз бар: қара суда қаймақ болмайды, қас шеберде оймақ болмайды. Оймақсыз халықтың ойынан шығу үшін тағы да білім мен белсенділік керек ағайын дейді. Сондықтан да біз осы жалынды жастар, жұмысшы жастар, студент жастар барлығымыз бірдей президентіміз айтпақшы, осы кірпіш дүниеде кетігін тауып қалануымыз керек. Абай атамыз айтқандай, және де бір үлкен ынтымақтастықта болуымыз керек. Сіздерге рахмет, осындай бір керемет площадкаға шақырып жатқандарыңызға. Алдағы уақытта көрсеміз деп ойлаймын. Рахмет, сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыз.